Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта композитор Ерлан Төлеубай және әнші Жанат Нұрсұлтанұлы. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйіміз жақсы. Енді Ерлан мырзаны көптен бері жүздесуді, кездесуді армандап жүрген жастардың бірі едім. Бұл кісінің ерекшелігін білесің бе? Қандай ерекшелігі бар? Қандай ерекшелігі бар? Бұл кісі ешқашан танымал әншілерге ән бермейді. Естіпедің ол туралы? Естімеймін. Өзі айтып берсін. Рас па айтқаным, аға? Ассалаумағалейкум, алаш жұрты, қазақ елі. Енді бұл енді танымал әншілерге ән бермеу дегенде бұл жерде мен өзімнің ұстанған бір жолым емес, не емес. Бірақ енді арттағы өзімізден өсіп келе жатқан жастар жетелеу, соларға жаңағы қазір енді өздеріңіз білесіздер, бір әнді жаздыру үшін 200-300 мың теңге ақша кетеді. Соларға былай қаржылай көмектесу үшін арттағы жастарды мен енді көбінде 60-70% патриоттық әндер жазамын. Соған жетелеу, ұлтшылдыққа, ұлтжандылыққа жетелеу. Яғни өз әніңіз арқылы ұшқыннан жалын лаулайды ғой. Сол себепті талантты танытудың бір жолы ретінде Ұлтқа жұмыс істеудің бір жолы ғой енді. Ой, тамаша. Ұлтқа қызмет ету. Қазіргі таңда енді аты танымал, белгілі қай жұлдыздың сіз жақтыңыз? Бұл жерде менің енді шәкірттерім десем де болады, енді көбінде шәкірттер деп айтады ғой. Бұл жерде Қуаныш Алтыбаев қазір мынау Алатау серілерінде жүрген тұңғыш әндерін мен жаздыртып бердім, өз әндерімді. Сосын Данияр Рахымбай дейді. Бәрі де жүргендіктен шыққан жігіттер ғой. Сосын Дәулет Стамғазиев. Сосын Дәулет Әбушәкір деген жігіттер бар. Және Ерлан ағамыздың шығармашылығына зер салсақ, өзі де айтып өтті, патриоттық бағыттағы әсіресе мына алаш қайраткерлерінің сөзін әнге айналдырып, мына ұрпақтың жүрегіне жеткізудегі орны ерекше. Қазір уақытта енді поэзия оқитын жастарымыз аз болғанмен де ән тыңдайтын жастарымыз кейінге емеспіз. Мысалы, жаным қазақ, ұлы дала ұраны деген сөз. Немесе мына Мағжанның әніне сөзіне ән жазған композитор ретінде өзіңізді құрметтеймін. Сазгер десек болады, композитор десек артық кетеді ғой. Сазгер десеңіз. Себебі кешегі Ақан бір жандардың ізімен енді олар енді еремен жазады көбінде, мен енді өзім нота білмеймін. Өз әндерімді ғана жаңағы жазған кезде, ән туған кезде домбыраға сала аламын, басқа аспаптарды тарта білмеймін. Енді бұл енді Мағжан Жұмабаевтың сөзін мен жастарға сенем дегенге ән жаздым. Сосын Міржақып Дулаттың қай дедің дегенге жаздым. Бұл мақсат енді кешегі 100 жыл бұрын сол мысалы Мағжан Жұмабай өзі 21 жасында ма, сол жаңағы 21 жасында жазған ғой мен жастарға. Мысалы Міржақып Дулат 21 жасында Оян қазақ жазған. Сол ғасыр бойы келе жатыр да, мысалы бір ғасыр болды, өлмеді, өшпеді, бізге жалғасты. Ол енді өлеңге енді бауырымыз айтып отыр ғой, поэзия оқитын жастар аз деп, соны бір әнмен жеткізсе, қазіргі мынау еліктеушілік деген өте күшті. Бұл енді біздің өнер саласына да кіріп кетті. Біз енді қазір басқа елдерден экспорт ретінде әндерді кіргізіп, қазір қазақтың поэзиясы болсын, жаңағы өнері жаңағы музыкасы бұзыла бастады сол бағытта. Жақсы айтып қалдыңыз. Қазір еліктеуіш туралы сіздің ойыңызды білгім келеді. Енді Жанат мырза да отырып қалды. Ұйықтап қалған жоқсыз ба? Бірақ ағаңыздың әңгімесіне ұйықтамайсың ғой, рахатқа бөленіп отырасың. Сізді кәсіпкер ретінде кәсіпкер деп естігенбіз. Иә, мен өзім енді қазір жеке кәсіпкермін. Өзім кішкене бизнес, саудамен айланысамыз. Бұған қалай келдіңіз енді, карантин әсер еткен сияқты? Жоқ, бұрыннан мен осы негізі өнермен қоса осы сауданды алып жүрем. Арасында сауда жақсы болса әндетіп қоям дейсіз ғой. Иә, саудамызды жасаймыз, бос уақытымыз шыққанда әнімізді де жаздырамыз, әндетіп те қоямыз. Енді қазір шығармашылық қалай бір жаңа толқынның, жаңа лептің заманы ілесе алып жатырмыз ба? Яғни еліктейсіз бе деп тұр ғой, түсіңіз бе Жанат мырза? Біз ғой енді бұлай енді бір заманауи ауқымға ешқашан да еліктемейміз. Негізі менде жанымда бір Бақыткелді Мұқашұлы деген жігіт бар. Екеуміз дос деген группамызда қазіргі таңда дос группасының кішкене шығармашылық жайын қолымызға алып жатырмыз. Жекеде өзімнің шығармашылығымды да кішкене қолға алып не қылып жатырмыз? Жұмыс істеп жатырмыз, шыңдап жатырмыз. Негізі біздің стиліміз қазақи стиль негізі, халықтық әуенді сондай. Өнерде бақталастық деген бар ма? Бірде пікірлеріңізді білейікші. Негізі болады ғой, бақталастық деген. Міндетті түрде болады ғой. Бақталастық болған жерде
негізі Бәсеке бар. бәсеке болады, дамушылық болады. жақсы жағынан болса. Жақсы жағынан болса. алып қосаңыз бар ма еліктеуішпен бақталасыз? Бұл енді қазіргі кезде айтып отырмыз ғой, еліктеушілік дегенде мысалы қыздарымыз болсын, ұлдарымыз болсын, жаңа батыстың, шығыстың жастарына еліктеп жатыр да. Мысалы шаш қою болсын, киім киіс болсын. Мысалы енді бүгінгі студияға да мысалы мен Ақтотым деген әнді алып келіп отырмын ғой. Мысалы қазақтың Ақтотыдай қыздар көбейсе екен деп өзімнің сүйген жарыма арнаған ән. Мысалы бұрын өзі сүйген жарын еркелетеді ғой қазақ. Ақтотым, ақ баяным, ардағым деп, ақ торғыным деп, сол сияқты бір еркелететін қазақтың бір кешегі салтын бұзбаған қыздар көп болса екен деген неменемен. Бұл жерде енді бір баяғыда бір оқып жүргенде бір есіме түседі, өзімнің бір парталасым болған қыз. Сол қос бұрымын жотасында бұлғақтап, сондай бір әсем, сол бір мектептің сондай гүлі болып жүретін ғой бейішіміз. Сон бір күні азанда оқуға келсем, шашын бірақ кесіп тастапты. Апырмай. Сосын ереке қалай болыпты шашымды бүйтіп басын не қылды, содан бір түрлі болып кеттім. Енді біз енді дәстүрді сақтаған жігітпіз ғой, жаңа салт-селлеріңді. Әкеш қолыңды деп сөйттім, қолын ұстап тұрып айттым ғой, көргенде кеше ғана дала көштен бетіңді боямаған бала емеспең, шашыңды мұнша неге тонатқасың, байталдың құйрығындай шара кетскен деді. Сосын анау менің кластасым бір апта бойы мектепке келе алмайды, ұялды шынымен. Күні бүгінге дейін айтады. Бүгінгі мәселені, Ерлан мырза, бүгінгі мәселені бірақ шумақпен шебер жеткізді. Бұдан артық айтудың да қажеті жоқ сияқты. Сонысымен құдіретті, сонысымен асқақ. Бұл құдіретті сөз өнері ғой. Ал қазір біздің көрермен Ақтотым деп айтып қалдыңыз ғой. Сол асыл әнді, ерекше әнді, асыл жарға арналған әнді тыңдауға асығып отыр. Қашан береді екен дейді. Көп созбай кезекті әнге берейік. Әнге берейік деп отырмыз. Біздің студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Тек шығармашылық табыс тілейміз. Ел игілік жолында еңбек ете беріңіздер.